Бәріне сәлем достар, сендермен бірге Тока Лайф. Бүгін біз новый серия шығаратын боламыз. Біздің кейіпкерлеріміз осы, ал серияның атын әлі қоймадым. Ютубқа шығарғанда өзім қоятын боламын серияның атын. Енді мен сіздерге, то есть кейіпкерлерді таныстырайын. Бізде басты кейіпкер осы және осы екі қыз. Бұл қыз астранды қыз Айгүл. Ал бұл қыз ата-анасының өзінің қызы Жасмин. Ал бұл Жасминнің анасы, ал Айгүлдің анасы десең де болады. Асранды. Анасы Анель. Ал бұл екі қыздың папасы Диас. Бұлар жыды заманауи. Бірақ үйлері кішкентай. Олар бұл квартираны сатып алған болатын. Ал қазір біз видеомызды бастайтын боламыз. Бәрі ұйықтап жатады. Кенетте Айгүл мен Жасминнің анасы тұрады. Таң атып қалған секілді. Айгүлді тұрғызып тамақ жасатайын. Аты өзім шошап тұрмын. Айгүл. Ау, анашым, не болып қалды? Жай сөйле. Жасминді тұрғызып аламыз. Жүр мұнда. Отыр. Жақсы анашым. Не болып қалды, анашым? Сен тамақ жасаш? Менің желанием жоқ. Жарайды, анашым. Бірақ тамақты тек үшеуіңіз ішесіздер ме? Я, сен обедте ішесің. Түсінікті ме? Әлде қарның аш па? Жоқ, анашым. Негізі Айгүлдің қарны аш. Бірақ ол анасын ренжітіп алмау үшін осылай айтып жатыр. Жақсы, онда мен жуынып алайын, сен тамақ жасап қой. Келістік пе? Әрине, анашым, келістік. Сосын тамақтан кейін ыдыстарды жуып қой. Біз қалаға барып, анамнау киімдер алып келеміз. Және түрлі заттар алып келеміз. Ал саған пилесос, сондай заттар алып келеміз. Анашым, бір зат айтсам болады ма? Жарайды, айтшы. Өтініп сұраймын. Маған телефон алып бермеші. Армандапсың. Бірақ сен де түсінуге болады. Үйдің шаруасының бәрін істейсің ғой. Жарайды, телефон алып беремін, бірақ тек кешке шыққуға рұқсат беремін. Бірақ 50 минут. Жарайды, анашым, өте қуаныштымын сізге, рахмет. Оқас жоқ, мен жуынып алам. Жақсы, анашым. Мен тамақ пісіре берейін. Әрине. Достар, айтпақшы, сіздерге бірден айтқым келіп тұр. Менің телефоным кішкене қатады. Сондықтан кешіріңіздер. Мен жуынып келем. Бірдеңе сатып алу керек еді осы. Диасқа айтпасам. Так, әжетханаға отырып алайын.
тағы да бүгін мен тамақ жасаймын. Неге осы? Жасмин үнемі тамақ жасамайды. Бірден болса, Айгүл күнәлі. Жарайды, бұны мамам естіп қалмасын. Әйтпесе ренжиді. Ұруы да мүмкін. Анашым, жұмыртқа қуырайын ба? Қазір күте тұршы. Жұмыртқамен ұнды қос. Айтпақшы Жасмин таңертең тамақ ішпейді, ол диетада. Сондықтан әкең екеуміз істе. Жарайды анашым, сіз барып демала беріңіз. Тамақ піскенде өзім екеуіңізді шақырамын. Иә, жақсы, өте дұрыс шешім. Тамақ пісіру мен үшін ең оңай нәрсе. Бұл дұрыс шықпай қалды ғой. Неге менің тамағым ылғи дұрыс шықпайды? Жарайды, таңғы асқа жұмыртқа қуырғанда жетеді ғой анамызға. Әкемізге күріш. Бірақ бізде әлі ыдыс жеткіліксіз. Жарайды, анашымды тұрғызайын. Осылай таң атады. Әкесі мен анасы тұрады. Анашым, әкешім, анашым, әкешім. Ау. Таңғы ас дайын болды. Жақсы, барып отырайық. Иә, отырайық. Тағы да жұмыртқа пісірген бе? Мен күріш жегім келбейді ғой. Ал мен жұмыртқа. Ой, біз орнымызды ауыстырып алыппыз ғой. Иә, ойланбаппыз ол туралы. Айтпақшы, сен беті-қолың жумадың. Тісіңді. Ой, ұмытып кете беремін. Ай, мына аяқтың астына оратылып. Бол жуып келін. Шыбалай күтейші. Ал сен ыдыстарды жуып қой. Тез, Жасмин көрсе, жылайды қазір. Я, жылайды Жасмин көрсе. Мен жуамын ғой. Әке, неге қатты ұрыстыңыз? Неге? Қатты ұрыстың деп жылау керек па? Давай бол. Бола ғой қызым. Жақсы. Қызым, то есть Айгүл, біз жұмысқа кетіп бара жатырмыз. Ал сен таңғы ас ішкенімізді Жасминге айтып қойма. Дәл солай. Жақсы анашы, мен айтпаймын ғой, мені білесіз. Иә.
Так, киімімді ауыстырып алайын. Ал мен өзімнің жаңа киімімді аламын. Өте әдемі киім. Аш киімді киіп алайын. Мен де. Ал жақсы Айгүл. Үйдің бәрін тазалап, уборка жасап қой. Иә, анашым, иә. Көп сөйлей берме. Біз кеттік. Сөйтіп, ата-анасы жұмысқа кетіп қалады. Ана төрт көз тұрып алған ба уже. Ну ладно, мен киімді ауыстырайын. Ой, соғып кетіпті киімім. Эй, төрт көз. Жасмин, не болды сонша айқалап? Сен мен басынан дегенсің ба? Жоға. Кешірші. Бірақ анашым әкеме айтып қоймашы, өтініш. Ал егер мен киімді жумасаң, айтамын. Иә, айтпасам болды. Жуамын киіміңді. Жақсы. Бүгін таңғы ас іштіңдер ме? Жоға, ішкен жоқпыз. Әкеме, анам, оны әкеме, анам деме, ол менің әкем, менің адам. Аға мен апа де. Жарайды, аға мен апа жұмыстарына асығып кетіп қалды. Мынаны жуамыз. Мен бүгін үйге уборка жасаймын. Ал мен шопингке барам. Күшті. Саған бір өтініш болып тұр. Мен уборка жасағанға дейін мені күтші. Өтінем. Жоқ, күтпейм. Ақымақсың ба? Көреміз. Күтпесен алдында сен жігітіңмен кездескенде мама мен папаға айтып берем. Жарайды, төрт көз. Сосын төрт көз деп айта бермеші мені, айта бермеші. Міне мен төрт көз емеспін. Жарайды, төрт көз. Мен уборка жасап болайын. Мен телефон шыққап отырам. Так, уборка жасаймыз. Уборка жасаймыз. Абайлаш, ана кілемге тиіп кетпе. Жарайды, не болды құрсын? Уборка жасаймын. Қуана. Осы қыздың өлең айтқан көрсем, жүрегім айнып бар ғой ше. Болдым уборка жасап. Бүгін бақыры. Жарайды, киіміңді ауыстыр. Мен де ауыстырып алайын. Мына киіммен барғаным үшін болмас. Жарайды, онда мен де ауыстырып алайын. Маған киім бересің бе? Мен үстіндегін киесің. Сен кір болып жатқан күлін кисем бола ма? Әрине, кие берші, ұсасып жатыр. Үйші да голын саған берем. Жасмин, рас па? Рахмет саған. Фуй, сүйме. Шындысың ба сен?
Жақсы, мен киімді ауыстырып келейін. Өте әдемі киім. Вау, әдем болып тұрсың. Мен де киім. Сен сасып тұрған киімді киіп алайын. Мен де әдем болдым ба? Қайдам? Әкеме анасы соғып жатыр. Алма. Неге алмаймын? Аламын. Сәлем, анашым, сәлем. Жасмин сөйлеп жатады. Сол кезде Айгүл очкиін барып бөлмесіндегі сөреге қойып қояды. Ату бәрі оны төрт көздеп мазақтай береді. Сосын ол өзінің сөресіне очкиін қойып қояды. Мен бүгін шопингке барғанда шашымды істетем. Жарайды. Жүр кеттік енді. Өзің өте әдемі екенсің ғой. Негізі төрт көз. Той, енді мен төрт көз демеші, өтініш. Олар шопинг жасауға келеді. Бұнда нелер бар екен? Мен шашымды өзгертпеймін, оған анам рұқсат бермеген. Мен өзгерте беремін. Себебі анама бәрібір. Тұрасыз ба бұлай, ханым? Жарайды. Так. Бұнда әдемісі бар ма екен? Маған өзім шашым вообще ұнамайды. Қатты ұнамайды. Қалай болып тұр шашым? Білмеймін, өзің айнаға қарап көр. Әдемілігіме көзі түсіп, содан жұмсанып кетейін. Кешіріңіз, мен шашымды бояйын деп едім. Әрине, отырыңыз. Мен шашымды сарыға бояп беріңіз. Өзіңіз түсіп бояп алыңыз. Жоқ, бұл сары емес. Осы сары болады. Кептіріп алайын шашымды. Өте әдемі болдыңыз. Рахмет көп. Біліп едім ол мен. Вау, әдемі болыпсың. Сен енді әдемі? Жоқ, бәлбіл маған етпейсің. Жарайды, кеттік онда. Достар, келесі бөлімнен күтіңіздер.